Тұрғын үйге құқық бұл тек қана әлеуметтік кепілдік емес. Ең алдымен адам қауіпсіздігін негізгі шарты, әсіресе балалар үшін. Халықаралық стандарттарға сәйкес балалардың өмір сүруіне, дамуына және құқықтарын қорғауына ең қолайлы жағдайлар қамтамасыз етілуі тиіс. Бала үшін тұрғын үй оның әл-ауқатының маңызды шарттарының бірі. Сонымен қатар, тәжірибе көрсетіп отырғандай, тұрғын үй қатынастары саласында азаматтарды баспанадан шығару кезінде олардың құқықтарын шектеу қаупі айқын байқалады. Жұмысымызда біз балалардың түрлі өмірлік жағдайларға байланысты, оның ішінде ата-анадан немесе асыраушыдан айырылған кезде, жалғыз баспанадан айырылу қаупіне тап болатын жағдайлармен жиі кездесеміз. Мысалы, бір жағдайда балалардың анасы қайтыс болды. Осы орайда конституциялық реформа аясында баспанадан адамның өмірлік жағдайын, әсіресе балалар мүддесін ескермей, тұрғын үйден шығаруға жол бермейтін қосымша кепілдіктер бекітуіміз маңызды деп санаймыз. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы Конституциясының жобасында мемлекеттің азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін жағдай жасаумен қатар, соттың шешімінсіз тұрғын үйден айыру және шығаруға жол бермеу туралы мемлекет басшысының ұсынысын қолдаймыз. Аталған норманы конституциямен бекіту ең алдымен балалардың құқықтық қорғалуын күшейтіп, бұл кепілдіктерге тұрақты сипат береді. Осылайша тұрғын үйге құқық нақты әрі тиімді қорғалу механизміне ие болады. Бұл әлеуметтік мемлекет ретіндегі қалыптасқанымыздың және адам қадір қасиетіне деген құрметтің айғағы.